Сәлем достар, үйлеріңізде осындай желінбей қалған печеньелер бар шығар. Біз қазір судан шайға түсуге тәтті жасайтын боламыз. Бізге ол үшін печенье, шоколад, сгущенка керек. Егер де Қазақстан шоколад қымбат десеңіз, кез келген шоколадпен жасай беруге болады. Ең алдымен осы шоколадымызды су моншасына немесе қысқа толқынды пешке салып ерітіп алатын боламыз. Ең алдымен печеньемізді әбден ұсақтап үгітіп аламыз. Содан кейін бана үгітілген печеньеміздің үстіне сгущенканы печеньенің көлеміне қарай құятын боламыз. Содан кейін бана печеньеміз бен сгущенканы жақсылап араластырамыз. Сгущенка мен печенье бірігіп дайын болды. Енді осыдан дөңгелек форма жасаймыз. Сгущенка қолдарыңызға жабысып қалуы мүмкін. Сол үшін кішкентай ыдысқа су құйып алып, осылай жасасаңыздар жақсы шығады. Біздің дөңгелек формаларымыз дайын. Енді осыларды 15-20 минутқа мұздатқышқа салып аламыз. Оған дейін еріген шоколадымыздың үстіне сүт құйып, біркелкі болғанша араластырамыз. Бізде 20 минут өтті. Дөңгелектерімізді мұздатқыштан шығарып, еріген шоколадымызға видеодағыдай батырып аламыз. Біздің шоколадты дөңгелектеріміз дайын. Енді шоколадты қатқанша тоңазытқышқа шалып аламыз. Міне достар, біздің шоколадты дөңгелегіміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Айтпақшы, бұл шаймен өте күшті кетеді, ауызда тіпті ериді. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Біздің арнаға тіркеліп, комментарий жазып, отзыв қалдыруды ұмытпаңыздар.